Қайырлы күн достар, бүгін біз оңай дайындалатын жұмсақ мақ қосылған кекс дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бөлме температурасындағы жұмсақ сары майды саламыз. Оның үстіне қантты саламыз да массамыз 2-3 есе ағарып, ұлғайғанша миксермен араластырамыз. Массамыз тура осындай аппақ болған соң миксерді өшіріп, үстіне 2 жұмыртқамызды қосып, тағы да бір миксерлеп аламыз. Содан соң үстіне електен өткізілген ұнды саламыз, қопсытқышты салып, тағы да миксермен бір араластырып аламыз. Массамыздың үстіне макты салып, тағы да миксермен бір араластырып аламыз. Осымен біздің кексіміздің қамыры дайын. Міне осындай біркелкі қамыр пайда болады. Тым сұйық, тым қою емес. Енді ол кексімізді формамызға құйып, қызып тұрған пеште 180 градуста 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Бұл кекстерді кішкентай кекстің формаларына да құйып пісірсек болады, немесе мен секілді осындай арнайы формаға пісірсеңіздер өте керемет болады. Міне біздің өте дәмді жұмсақ кексіміз дайын болды. Пештен шығарарда міндетті түрде ағаш таяқшаның көмегімен тексеріп алыңыздар. Әсемдік үшін бетіне қант ұнтағын себіп қойсаңыздар, өте керемет болып үйлеседі. Кекстерімізді толықтай суыған соң кесеміз де шай қойып, шаймен іше береміз. Кекс өте дәмді, керемет болып шығады. Міндетті түрде дайындап, дәмін көруге сіздерге кеңес беремін. Баршаңызға сәттілік тілеймін. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Раушан.